Сәлем, 9 сынып оқушылары. Бүгін біз 1 тоқсандағы ТЖБ, яғни 90-дық жиынтық бағалауды бірге орындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. ТЖБ 4 дағдыдан тұрады: тыңдалым, оқылым, айтылым және жазылым. Бірінші бізге тыңдалым берген, яғни listening. Listen to the dialogues. 6 people talk about the sport they like. Match each speaker with his or her reason. AF. Яғни бұл жерде 6 спикер берілген, және 6 спикердің өздерінің жақсы көретін спорт жайлы айтқан. Біз сол спикерлерді тыңдап, сөйлемдерді, орнына ауысып кеткен сөйлемдерді сәйкестендіру қажет. Бізге тыңдау мүмкіндігі болмағандықтан мен астына оқылымын беріп қоямын, сол арқылы тапсырманы орындайтын боламыз. Бірінші спикердің айтқан сөзі A, яғни біріншісі A. There are friendly people who go there, so it's a good place to meet people. Екінші спикердің айтқан сөзі C. There is hardly anyone there and you can listen to the ocean as you do it. Яғни екіншісі C. Үшіншісі F. Спикер үшіншісі F. I have no trouble to finding somewhere to play. Төртінші спикер бізде E. It's really fun, but it's not as easy as it looks. Және соңғы бесінші спикер бізде B. It's a great way to keep fit. It's better than going to a hills club. Және соңғысы алтыншы спикер бізде D. It's a good exercise because you have to walk a lot. Яғни барлық спикерлердің орын ауысып кеткен сөйлемдерін тауып шықтық. Олай болса, келесі тапсырма бізде reading, яғни оқылым. Бір мәтін берілген, сол мәтінмен танысып, астындағы 6 сұрақтарға A, B, C, D, E, F деп дұрысын қойып шығу керекпіз. Яғни бұл жерде 4 параграф берілген A, B, C, D. Сол параграфтерді дұрыс жерлерге қою керекпіз. Мына жерде мәтін берілген, мәтінді оқып өтсеңіздер болады аударып. Оны біз қазір аударып оқитын болсақ ұзақ болады, сондықтан мен жауаптарын жазып кетемін. Бірінші сұрақта establishes the emotional importance of baseball for fans. Бізде параграф B, яғни бұл параграф бізде B параграфте айтылған. Екінші the origins of baseball. Ол бізде C параграфте айтылған. Келесі, үшіншісі the rules of playing the game. Бұл бізде D параграфте айтылған. Келесі the facilities. Төртінші, ол бізде C параграфте айтылған. Бесінші the changes happening to baseball. Ол бізде A параграфында айтылған. Келесі соңғысы part of people's life. Ол бізде B параграфында айтылған. Осылай әріптермен белгілеп шығамыз. Ал бізде келесі writing, яғни жазылым. Бұл жерде де 2 топик берілген. 2 топиктің қалаған біреуін алып, сол сұрақтарға жауапты жазу керекпіз. Бұл жерде бірінші топикте тақырыбы the most popular hobby in Kazakhstan nowadays. Яғни Қазақстандағы ең атақты хоббилерді қазіргі уақытта атаңыз деген сұрақтар беріп кеткен астына. What kind of hobby is very popular among younger generation in Kazakhstan? Яғни хоббидің қай түрі Қазақстанда жасөспірімдер арасында өте танымал. Екінші сұрақ why it's important? Не үшін, несімен ол танымал? Және соңғысы is your own hobby different from the most popular one? Ал сенің өзіңнің хоббиің танымал хоббимен не айырмашылығы бар? Қалай және не үшін деген сұрақтарға қамтып өтуіміз керек. Мен бірінші топикті таңдадым, яғни сол туралы қысқаша өз ойымды жазып кеттім астында. Сіздер сол мәтінді алып жазып берсеңіздер болады. Ал екінші топикті алам десеңіздер, ол жерде describing the recent sport olympiad where Kazakhstan sportsmen participated. Яғни Қазақстандан қатысқан спорт олимпиадалар туралы қысқаша жазып кетіңіздер деген. Ол жерде де олимпиада сұрақтарына туралы сұраған, қандай спорт түріне қатысқан деген сұрақтарға қамтып жауап беруге болады. Яғни 2 топиктің біреуін ғана аламыз. Келесі тапсырма бізде speaking, яғни айтылым. Ол жерде де карточкалар берілген. Қалаған карточканы алып сұрақтарға жауап беруге болады. Мен
әрине бірінші тұрған бірінші карточканы алдым. Ол жерде сұрақ 4 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ: What kind of indoor games can you recommend to your friend? Қандай іште болатын, іште ойналатын, яғни сырт жақта емес, ішкі жерде ойналатын ойын түрін досыңа кеңес ретінде айта аласың. Бірінші сұрақ. How can it influence you? Ол қалай әсер етеді досыңа? Сол туралы айтуға болады. Are there any types of sport that you watch but don't play? Және басқа да спорт түрлері бар ма, көріп, бірақ онымен айналыспайсың, ойнамайсың. Не үшін деген сұраққа. Төртінші: Which game or sport is the most popular in your country? Еліңде қандай спорт өте танымал? Осы 4 сұраққа жауап беру керекпіз. Мен ол туралы 4 сұраққа жауапты астына жазып кеттім. Сол сұрақтарға жазып жауап берсеңіздер болады. Егер сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Және бұдан да басқа барлық ағылшын сабақтарының жауаптарын осы жерден ала аласыздар.